Бисмилля, байқаусыздан ауыз ашылып кетсе, мысалға, бір адам өзі білмеді, ауыз ашылып кетті, яғни оразасы бұзылды. Бұл адамның жағдайы не болады? Өзі қаламағандықтан, қасақана оразасын бұзбағандығынан бір қарыз, яғни бір ораза біткеннен кейін бір күнді ұстап беру керек. Ал сол күні есе ораза ұстаушылармен бірдей жемей, ішпей жүреді. Яғни әдебі солай. Мысалға мен, Алла сақтасын, обед түскі уақытта оразам бұзылып кетті. Десе мен ораза хәлде жүре берем. Яғни айналамдағы адамдарға кедергі бермеймін. Оразаның әдебі болғандықтан, ораза Рамазан айы болғандықтан, аузым ашық болса да кешке дейін шыдап, кешке сол өзіміз айналамдағы адамдармен бандай ауызашардағы тамақтанып, келесі күні оразамды жалғастырып кете берем. Ал енді осыған ұқсас тағы бір жағдайлар бар. Мысал ретінде мен азанда тұрсам, сәресіні уақытын өткізіп алғам, бірақ таң намазын әлі уақыт шықпаған. Тұрып, дәретімді аламда, намазымды оқып, сол күнгі оразамды жалғастырып кете берем. Неге? Өйткені мен алғашқы ораза ұстайтын күнім Алла разылығы үшін осы Рамазан айының 30 күннің алғашқы күн 30 күндік Рамазан айының оразасын ұстауды ниет еттім деген секілді ниет еткен болам. Сол себепті алғашқы кезеңдегі ниет сол 30 күнге жарамды деп ғалымдарымыз айтады. Сол себепті де бір адам ұйықтап қалдым, менен бүгін ораза ұстамаймын, өйткені ниетім қалып кетті деп оразадан бас тартуына болмайды.